Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пиццаның оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Екі пицца дайындайтын боламыз. Пицца болонезе және пицца маргарита. Соусына ешқандай да майонез, кетчуп қоспаймыз. Тесто осындай жып-жыққа болып шығады. Олай болса бастайық. Екі пиццаға жететіндей етіп қамыр дайындайтын боламыз. Ең бірінші біз ұнымызды жақсылап електің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Менде ұн 350 грамм кетті. Және де ортасынан жайлап, шұңқыр жасап, жылы суымызды қосамыз. Одан кейін тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды қосып, барлығын жақсылап қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Осы кезде зәйтүн майын қосып жібереміз. Зәйтүн майын міндетті түрде қосуға тырысыңыздар. Бұл біздің қамырымызға ерекше дәм беретін болады. Жақсылап барлығын біріктіріп аламыз. Осы жерде сізде қаттылау кішкене қамыр шығады. Және 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз жақсы болып көтеріледі. Қамырымызды тағы да кішкене жақсылап илеп жіберіп, теңде 2 бөлікке бөлетін боламыз. Весыйға салып өлшеп алдым. Менде примерно 287 граммнан келді. Екеуін жақсылап тағы да ыдысымызға салып, бір шай қасықтан тағы да зәйтүн майын қосатын боламыз. Зәйтүн майын жан-жағына барлығына жақсылап жағып, тағы да үстіне пакетті жауып, осындай вилканың көмегімен қойып қоямыз, бір-біріне жабысып қалмас мақсатында. Енді пиццамызға соус дайындайтын боламыз. Бізге орегано дәмдеуші керек болады, паприка керек болады, 2 тісше сарымсағымыз, оливковое масло қажет болады, және қызанақтарымыз, тұз қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қызанақтарыңызды осылай кесіп алыңыздар. Қазір біз оларды ыстық суымызды құйып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Яғни бұл жерде біздер қызанақтың сыртындағы қабығын жеңіл алу мақсатында жасап жатырмыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 10 минуттан кейін сіздің қызанақтарыңыздың сыртындағы қабығы өте жеңіл алынатын болады. Ары қарай мен қызанақтарды блендердің көмегімен езетін боламын. Егер сізде блендер болмаса, онда жай ғана шанышқының көмегімен езіп жіберсеңіз де болады. Блендерге салып мұның барлығын езіп алдым. Енді ары қарай соусты дайындайтын боламыз. Табаға осылай зәйтүн майын құйып алдым. Астын қыздырып қойдым. Құрметті достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет. Міне табамызда май қызды. Одан кейін орегано дәмдеу үшін салдым 1 ас қасық. 2 тісше сарымсағымды салып жібердім. Жақсылап араластырып, қызанағымызды салып жібердім. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін біздер паприка дәмдеу үшін салып жібереміз. Одан кейін тұзымызды да салып жібереміз. 1 ас қасық толтырмай. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қазір біздің қызанағымыз қоймалжың массаға ауысатын болады. 1-2-3 минуттай отта ұстасаңыз жеткілікті болып қалады. Мінекей массамыз өзгерді. Пиццаның соусы дайын болды. Енді ары қарай видеоның басында айтып өттім, біз 2 пицца дайындаймыз деп. Ең бірінші пиццамыз дайындауға кірсек, бұл болонезе пиццасын дайындайтын боламыз. Болонезе пиццасына, яғни етпен дайындаймыз, фаршпен. Сондықтан ең бірінші пиязымызды уақыттап турап, аздап қуырып жібереміз. Одан кейін фаршымызды саламыз. Фарш менде 180 грамм кетті. 180 грамм толықтай жеткілікті болады. Бір пиццаға молымен жетеді. Жақсылап осылай араластырып аламыз барлығын. Еттің суы тартылғанша жақсылап араластырып аламыз 3 минуттай. Одан кейін барып 2 ас қасық пиццаға дайындаған соусымыздан салып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұқтырып қоямыз 5 минуттай. Болды, мінекей біздің болонезге начинкасы дайын. 2 пиццаға 350 грамм сыр кетті. 2 сырды араластырып салдым. Пиццаларымызды дайындауға кірсек, мінекей қамырларымыз дайын, өте жақсы болып көтерілген, жұмсақ болып тұр. Енді қамырларымызды оқтаудың көмегімен, болмаса қолымыздың көмегімен осыны дөңгелек етіп аламыз, біркелкі етіп. Менде табамның көлемі 30 см диаметрі. Осылай бүріп шығатын боламыз айналасын. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Пешімізді осы уақытта 250-300 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште пісіруіміз керек.
мінекей біздің пиццамыздың табамызға пергамент салып, одан кейін аздап май құйып жағып алдым. Енді осы табамызға мына тестамызды салатын боламыз. Кері айналдырып саламыз. Қараңыз, видеодағыдай дәл. Кері айналдырып салдық. Енді мына бортиктері әдемі болып шығу үшін біз осылай жасап жатырмыз. Тағы да қолымыздың көмегімен жақсылап осылай табамызда біркелкі етіп тестамызды орналастырып шығамыз. Бортиктерін жақсылап келістіріп формасын шығарып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыз болады. Біздің қамырымыз дайын. Мінекей, енді осыған соусымызды саламыз. 2 ас қасық толтырып пиццаға дайындаған оригинал соусымызды саламыз. Одан кейін фаршымызды саламыз. Фаршымызды салып, көріп тұрғандарыңыздай, фаршы кәдімгідей молынан жетіп жатыр. Фаршымызды салып, одан кейін үкіштен өткізілген сырымызды, жаңағы 2 сырды араластырып мен салдым мына жерде. Мінекей, біздің болонезе пиццамыз дайын, тек пісіреміз енді. Енді кезекте маргарита пиццасын дайындаймыз. Оған да жаңағыдай тестамыз дәл сол көрсеткендей етіп жайып аламыз. Бұл жерде 3 ас қасық соустан салатын боламыз. Соусын салып, одан кейін үкіштен өткізілген сырымызды салатын боламыз. 350 грамм сырымыз толықтай 2 пиццаға молынан жетіп шығады. Енді уақыттап жіңішкелеп туралған қызанағымызды бетіне әдемілеп салып шығатын боламыз. Мінекей, маргарита пиццамыз да дайын болды. Енді осы екеуін қызып тұрған пеште 250 градуста, 300 градуста 7 минут пісіп шығатын болады. Одан артық қоймаңыздар. Одан артық қойсаңыз, сыр күйіп, қамыры қатты болып кетуі мүмкін, сондықтан сол уақыт жеткілікті болады. Ас болсын, рахмет.